Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қандай доп? Бүгінгі сабақта баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсінесің. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолданасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Қандай, қоңыр, бар, менде, сенде. Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала, сұрақтарға жауап бер. Сары, ақ, қара, қызыл, жасыл, көк, қоңыр. Бұл қандай доп? Қызыл доп. Екінші тапсырма. Үлгі бойынша айт. Үлгі. Бұл қарындаш. Бұл жасыл қарындаш. Оқушылар, осы үлгіні негізге алып, берілген суреттер бойынша айтайық. Іске сәт. Үлгі бойынша қалай айттық? Бірге тексерейік. Бұл қарындаш. Бұл жасыл қарындаш. Бұл текше. Бұл сары текше. Бұл доп. Бұл қызыл доп. Оқушылар, сендердің де жауаптарың осындай болды деген ойдамын. Үшінші тапсырма. Үлгі бойынша айт. Менде сары доп бар. Менде жасыл текше бар. Менде қызыл қарындаш бар. Оқушылар, осы үлгі негізінде өздерің айтып көріңдер. Төртінші тапсырма. Тыңда, қайтала, үлгі бойынша сөйлес. Сәлем. Сәлем. Маған сары доп берші. Міне, ал. Рахмет. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақта не үйрендік? Баяу және анық айтылған, жиі қолданылатын сөздердің мағынасын түсіндің. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын, сынын, іс-қимылын білдіретін сөздерді ауызша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болғанына сенімдімін. Үйде бірінші жұмыс дәптерінің 6-шы бетіндегі бірінші, екінші тапсырманы жазбаша орындаймыз. Жаңа сөздерді жаттаймыз. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.